Бұл Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебі. Осы мектептің ұстаздарын, оқушыларын құттықтап шығайық. Құрметті қазақстандықтар, келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл татулық пен бірліктің жылы болсын. Әрбір отбасыға ырыс пен береке алып келсін. Мен барша қазақстандықтарды жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Аспандарыңыз ашық, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жаңа жылдың таңын өткен арайлы ақ мамыққа орап алды маңайды. Армысыздар қалайық, бармысыздар қалайық. Жаңа жылды бірге қарсы алайық. Құрметті жаңа қазақ орта мектебінің ұстаздары, оқушылары және ата-аналары, сіздерді келіп жеткен сиыр жылымен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа 2021 жыл жағымды жаңалықтарымен, толағай табыстарымен келсін. Әрбір игі бастамаларыңызға сәттілік серік болып, отбасыларыңызға бақ береке болсын. Жаңа жыл берекелі болып, абыройларыңыз асқақ, беделдеріңіз биік, мерейлеріңіздің үстем болуын тілейміз. Біз жаңа жылда көп жақсылық күтеміз. Барлығы жаңа жылда көп үміт артады. Армандарыңыз бен тілектеріңізге қосылып, біз сіздерге зор денсаулық, мол бақыт, байлық тілейміз. Өткен жылға риза болып, ақ ниетпен, нық қадаммен аттайық. Жаңа жылда елмен бірге жаңа табыстарға жетейік. Жаңа 2021 жыл жаңадан жаңалығы. Бұл күні барлығы үміттен, қуаныштан, махаббаттан алып айналаған нұр шуақ шашылады. Сол шашылған шуақ әрбіріміздің шаңырағымызға күн шуақтай болып тұрады. Қай-қайсымыз болсақ та осы мерекелік кештен бізде қалалықтай жүрегімізге бір сезім сезінеміз. Сол сезім келесі жаңа 2021 жылға тек үміт пен қуанышқа жетелей бастады. Осы жаңа жыл 2021 жыл әрбіріміздің отбасымызға құт береке, ырыс естіге алып келсін. Сізге және сіздің ұжымыңызға зор денсаулық, шығармашылық табыс, бақыт және бақ береке тілеймін. Сіз үшін 2021 жаңа жыл армандарыңыз бен тілектеріңіз орындалатын қуанышты жыл болсын. Мен барша қазақстандықтарды жаңа 2021 жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа бақыт, жаңа табыс алсын. Еліміз аман, ұлтымыз тыныш болсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Ескі жылдың өкпенасын артқа тастап, келе жатқан жаңа жылды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алайық. Сол үшін де, достар, осы күнде барынша мұнымызды, қайғымызды, қиындық көрген сәттерімізді артта қалдырып, келе жатқан жаңа жыл мерекесін қуанышпен, бақытпен қарсы алайық. Сіздерді шын жүрегіммен құттықтаймын және де осы жыл үшін кешірім де сұраймын. Exactly why you light me up inside like the 4th of July.